Той құтты болсын. Той ақындықы, көкпар батырдықы деген айла сасқан, күші тасқан, қасқыр мінезді, қыран қанатты, бөрі қабақты, батыр ұлдарын тартатын додасы. Аллаға шүкір, бұл хоккей емес, бұл көкпар. Атқа мінсең риза боласың, жипқа мінсең риза боласың дейді. Атқа да мініп, жипқа да мініп риза болып жүрген ассалаумағалейкум атбегілер мен палуандар, қадірменді атсүйер қауым. Осындай той баршаңызға жұғысты болсын. Той Алланың қазынасына жолға берсін. Әр ұлт мінеді өзіне қолайлысын. Нағыз қазақ жылқысыз қалай жүрсін. Қазақтың тоқ жылқысы тұрған кезде жылтыраған жиптарың бұлай тұрсын. Тізгінді бір жіберіп, бірде тартып, жүрген жақсы жылқымен күнде шалқып, жипқа мінген жинонды жентілерден жылқы мінген шабандоз мың есе артық. Мінбеде жүр жылқыға мінбегендер, саясатта додаға кірмегендер, креслода отырып бастық боп жүр, ер тоқымға отырып көрмегендер, құйысқан өмілдірі гілмегендер, тартпа тартып үзеңгі келмегендер, ел тізгінін ұстап жүр біздің елде, жүгеннің не екенін білмегендер. Есімхан 6 жастан атқа мінген, содан соң халық қолдап таққа мінген, ат басына ие болған адам ғана жол көрсетіп алдыңғы топта жүрген. Алматыда көп жүріп ұғынғаным, көп көрдім көкелердің құбылғанын. Бір ағам 3 парламент құрсақ дейді, 300-ге бөліп елдің буындарын. Зиялылар ішіндегі зияндылар сіңіреді жамандықтың ұғымдарын. Боз айғырдың еріне қос байдау, қас қайғырдың қақ байлап қолындарын. Бас-басына би болған қиқымдар деп, абай бекер айтпапты бұның бәрін. Таңғалым талғамы зор тарландарға, таңғалым заман озық заңғарларға, шауғарға ұзақ қарға құзғын болып, 300-ге бөлінеді қарғалар да, бір-бірінің бірақ көзін шықмайды, жағаласып қонса да жардан жарға. Қарға кеш қарғалардың ынтымағын, қазаққа нәсіп етсе арман бар.